Салем достар, бүгін маринадталған қияр басатын боламыз. Видеоны соңына дейін қарауыңызды сұраймын. Алдымен қиярларымыздың бастарын кесіп 4 сағатқа жуып шайып, осылай 3-4 сағатқа батырып қоямыз. Одан кейін стерилді банкілерімізге лавр жапырағын, одан кейін укроптарды салып шығамыз. Одан кейін чесноктарды салып шығамыз. Одан кейін перец, горошка дейтін бар, соны салып шығамыз. Бейсалтауын салсаңыздар болады, бейсалт штугін. Одан кейін хрен жапырағы бар, соны салып шығамыз. Осылай бөліп, әдемілеп орналастырып шығамыз. Одан кейін қиярларымызды орналастырамыз, тығыздап. Помидорларымызды кесіп осылай орналастырып шығамыз. Менде 1 литрлік банкілер. Одан кейін бәрін орналастырып болғаннан кейін қайнап тұрған ыссы суымызды құйып шығамыз. Одан кейін стерилді қақпақтарын жауып шығамыз. Стерилді қақпақтарымен жауып шығамыз да, үстін орамалмен жауып, бір шамамен 50 минутқа суытып қоямыз. Суытуға қоямыз. 50 минуттан кейін суларын қайтадан сол кастрөлге сүзіп аламыз. Сол сүзілген суларымызды қайтадан қайнатып, қайтып сол суды құятын боламыз, сүзілген суларымызды. Айсудың аяғы. Одан кейін тұзымызды салып шығамыз банкілерімізге. Мен қасығымды көріп тұрғандарыңыздай толтырып салған жоқпын. Енді секерді кішкене толтырып саламын. Одан кейін жаңағы сүзілген суларымызды қайтадан сол банкілерімізге құямыз, қайнатылған. Қақпақтарын жауып, уксусымызды құямыз, 70% уксусымызды құямыз. 1 литрге 1 қасық тұз, 1 қасық секерден, сосын 1 шай қасық уксустан құйып шығамыз. Осылай мен банкілерімізді қозғап жіберіп барып, закрутканың көмегімен жауып шығамыз. Видеода көрсетілгендей, мен банкілерімді ең алдымен закруткамен жаппас бұрын кішкене қозғап жіберемін, ауасы кетіру үшін. Міне видеодағыдай. Одан кейін закрутканың көмегімен жауып шығамыз барлығын. Одан кейін бәрін жауып болғаннан кейін осылай төңкеріп қоямыз плиттің астында. Болды. Ас болсын. Сіздермен болған Меңсұлу.